Быйыл күміс көмей әнші, композитор, ақындығы мен серілігі жарасқан тұлға, жерлесіміз Біржан Сал Қожағұлұлының туғанына 190 жыл толып отыр. Ақын 1834 жылы табиғаты көркем, айнадай жарқыраған көлдері, сыңсыған сұлу орманы бар Бурабайдай аңызға айналған мекенде 80 көлдің бірі Жөкей көлінің маңында, атасы Қожағұл ауылында дүниеге келген. Біржан Сал қазақ халқының әншілік өнерін толыстырып, байытып, соны белеске көтере алған әйгілі композитор. Әрбір үлкен дарын иесі сияқты, ол қазақ ән өнеріне өзіндік өрнек салып, өзіндік дара ән мектебін орнықтырып кетті. Өзі ғұмыр кешкен заманның тарихи әлеуметтік ахуалы, салт дәстүрі, адамгершілік ізгілік қасиеттері, әсіресе адам сезімінің алуан толқыныстары оның әндері арқылы сұлу сазбен, асқақ рухпен бедерленіп отырады. Сондай-ақ Біржан Салдың сан сала өнерпаздық қырының бірі оның айтыскерлігі. Біржан Салдың айтыс ақыны ретіндегі тегеурінді дарыны ақын Сара Тастанбек қызымен айтысында жарқырай көрінеді. Біржан Сара айтысы қазақ сөз өнеріндегі қанатты шабыттың эстетикалық биік өрінің жарқын үлгісі болып табылады. Біздің заманға Біржан Салдың 60-қа жуық әндері жеткен. Оның әндері нәзік сезім мен сұлулықты жырлаған сыршылдығымен қоса әлеуметтік мән мазмұнымен де құнды. Оның есімі мен тамаша шығармалары халықтың сүйіспеншілігіне бөленіп, ұлттың асыл қазынасына айналды.